тоқсандық теориясы нарықты басқаратын жүйе. И бізде сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасаған осы моментте. И бізде дальше ары қарай не болды соны қарайық. 4 сағатқа өтейік. Біз бағанағы бір құрылымның ішін зерттедік, яғни түсіп келе жатқан сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасаған жай ғана былай коррекцияның ішін қарадық 1 сағатпен. Так, енді не болған бізде? QML. Енді мына жерден қандай QML көріп тұрсың? Так, 5 число бізде. QML. Да, QML. Тоже осы самый. QML. И бізде оның целі енді до баратын болса уже бос бізде ең үлкен цель. Ары бізде лоулар өзінің. Тоже 1 сағатпен қарасақ дәл солай структура кетіп бара жатыр. Ішкі сыртқы ликвидностьтермен жұмыс жасап. 4 сағатпен жалғастыра берейік, тағы көрейік. Енді қарайтын болсақ, мына жер былай айтқанда кішкентайғы жері, бірақ оны біз таймфрейммен 1 сағатпен 4 сағатты байланыстыратын болсақ, синхрондасақ, өте үлкен информация алуға болады. Енді біз 4 сағатпен қарап 4 сағаттан сделка ашпаймыз ғой. Біз day trader болғаннан кейін, бірақ бізге бәрі бірде үлкен таймфреймде не болып жатқанын бәрі білу керекпіз біз. Яғни үлкен целдер миымызда тұру керек, баға қайда барып жатыр, бізге қай жерге дейін қозғалып жатқанын бәрін білу керекпіз. Көп адамдар былай қарайды, мысалы графикті осылай қарап тұрсақ, біз қазір былай көріп отыр. Дәл осы жақындатып, бүгінгі күнге ғана қарайды, осылай қарайды. Ол осы графикке осылай қарағанмен тең. Бұл жерден ештеңе көре алмайсың. Мысалы кішкене қызыл болса шорт кіріп кетеді, лонг болса лонг кіріп кетеді. Кішкене үлкейтіп глобально қарасақ, негізі өте көп информациялар жатыр бізде. Баға не үшін барып жатыр, не үшін құлап жатыр, не үшін өсіп жатыр, оның барлығы жауабы бар. Кездейсоқ емес. Бос бізде ол жаңарда. Енді келесі ары қарай көрейік. Енді не болып бізде импульс лоуға дейін. И ары қарай бізге коррекция шықты қарама-қарсы. Коррекция шықты, бізде не болды енді осы жерде? Баға енді осы жерде ішкі ликвидностьпен жұмыс жасаған ғой. Ішкі ликвидностьтің алуы бізде. Яғни баға осылай құлаған, қарама шыққан, коррекция берген, бір көтеріп, ликвидность тазартып и кеткен. Яғни бізде ішкі ликвидностьпен жұмыс болған. Так, енді осы жерде қандай KLL бар, соны қарайықшы біз. Енді осы импульс, енді мына жерде импульс тесіп өткен ғой бізде. Мына жақты қарайық. Мына жер бізде қарасақ. Но бізде классикалық оверрейтінде ойнаған, классикалық оверрейтінде әсер еткен мына жерге. Реакция алған. Одан кейін бізде баға кішкене коррекция берген, мына жерде кейбір ликвидностьтар тазарған и мынандай импульспен тесіп өтті. Ол бізде уже SBR-ге айналды. И баға ішкі ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін SBR-ді тазартып, яғни ликвидность тазартып ішкі SBR KLL-нан реакция алып и дальше келесі босқа кетті. Дальше қарайық. Ары қарай не болды бізде? Бос и келесі тағы бос. Енді осы жерді қарайық біз. Баға импульс, оған қарама-қарсы коррекция шыққан импульс. Енді осы жерді зерттейік, не болған екен. Так, мынау бізде мына жерді как ликвидность ретінде аламыз. Мына хайда алсақ та болады. Мына жер бізде ликвидность болса, енді бізде KLL мына жерде қайсысын
бізде мынау емес қой, яғни баға бізде алып кеткен жоқ, мына жерде денесімен алған жоқ, жай ғана свип жасап кетті, яғни бағаны мына жердегідей ликвидностьін тазартып шешіп кетті. Бізде уже KLL мына жерде болады, яғни осының үстіндегі ликвидностьтің үстіндегі KLL бізде получается мына классикалыға болып тұр. Классикалыға баға KLL-ға келді, и уже оның целі бізде бос. Дәл солай. Яғни қарасақ, структура, ликвидность и KLL болды. Осылай жұмыс жасап жатыр. Бағамен жұмыстағы. Енді біз қазір графикті көре отырып жасап жатырмыз анализ. Келесі сабақта енді біз бэктестпен жасаймыз. Яғни симулятор рынканы қосып, сол моментте ликвидность сызамыз, KLL сызамыз. Сол кезде уже тағы более түсініктірек болады осы структура. Біз мынандай жалпы былай өтеді, мен сабағым. Бір затты тағырып түсіндірем, графикпен көріп отырып жасаймыз. Келесі сабақта уже бэктест арқылы жасаймыз, яғни график сызып тастап, кесіп тастап, уақытты жүргізе отырып. Вот сол кезде уже адам түсінеді, яғни баға мына жерден именно қай жерге жүріп жатқанын, именно бірінші қайсысын сызамыз, яғни по порядку сызылады ол кезде. Көріп отырып емес. Ол сол кезде уже тағы үлкен түсінік пайда болады. Мен де өзім сөйтемін негізі обучениеде. Алдында ютубтағы видеоларды мен просто қарап шықтым бірінші күн, вообще не істеген жоқпын. Маған ұнай ма, ұнамай ма дедім да қарадым. На одном дыхании көріп шықтым. И ертеңгісі күні сразу бэктест жасадым. И уже көзім жетті да қалай жасайтын, не? Да, көзім жетті. И на реальном рынке тоже жасадым. Сразу в моменте сол күні как раз жақсы сетап беріп тұрды. И кірдім сразу лонгқа уже. Мощно отработка берді. Қазір де, в принципе, түсініп тұрмын. Уже ертең вникать ету керек. Уже қайталасың. Уже жасын IQ бар ғой. Смело көре аласың негізі. Проблема жоқ сенде. Так, енді мына жер енді бізде слом болған жері ғой, как раз. Бізде слом енді қай жерден болады бізде? Вопрос. Варианттар айтайын саған. Бірінші вариант, екінші вариант және үшінші вариант. 1, 2, 3. Қай вариант болады? Так. Үшіншісі. Үшіншісі. Мынау ғой, Иә. Так. Яғни мынау қай? Мына жер. Жоқ, негізі дұрыс, бірақ мына жер болды уже. Яғни бізде самый максимум мынау ғой, мына коррекциядағы. Импульс коррекциядағы максимум мынау болып тұр, бізде одан да үлкені. Одан кішкентай болып тұр. Бізде осы болады. А так дұрыс. Но бізде уже оның алдындағы импульсының қайы. Бұл бізде четче болады. Осыны терминдерді уже сақтап ала саласың ғой, мына жерден шаблонға. Оны білетін шығарсың, е? Білемін. Все, слом болды. Енді не болады дальше? Енді осы слом болған жердің импульсына қарайшы, бағаға. Мына жерге қарайық. Бізде қарасақ, ликвидностьпен жұмыс жасаған ба? Иә. Жоқ, жасамады. Жасамаған не вообще? Жасамады вообще, жасамады. Бұл айттың бағана не болады? Бұл компрессия болады, бұл айтқан кезде. Лоулар ғой, жинақталған лоулар, ешқайсы шешілмеген. Осы жер как бір ликвидность болып тұрғаннан барлығы жинақталған. Баға көтерілді. Енді ликвидность тазарту керек, енді жақсы өсу үшін бізге по-любому ликвидность тазартып кету керек. Өйткені мынаның барлығында коррекциясында бізде лонг позициялар отыр. Сөйтіп баға тақ түсіп береді, ликвидность тазартып. Енді осы ликвидностьтің астында қандай KLL бар? Қарайықшы. Қандай KLL бар? Бесіншісі көрші. Мына жерде ма? Иә. Мен көріп тұрған жоқпын, мысалы, күймей. Хотя... Алтыншы KLL. OKL, да? Open Close, мынау, екі свеча.
Иә. Осыны пока прям дұрыс түсінген жоқпын. Иә. Бұл негізі бір өте мықты деп айта алмаймын, яғни көп кездесетін деп айта алмаймын. Ең аз кездесетін кей-левелдің бірі осы 6 кей-левелдің ішіндегі. Open close level. Баға құлады. И дальше цели бізде босс болады. Түскеннен барғанға дейін не деген движение жасаған мына жерде? Неше уақыт қой? Былай осы жерде разбор жасайық. Баға не үшін мына жерден шорт кетті, не үшін өсті, не үшін құлады, осының барлығын жасайық разбор қазір. Енді коррекция бастаған жерінен глубокий коррекция берген ғой, енді ликвинсқа дейін мына лоулардың бәрін тазартқан. Осы жерден бастап қарайық. Енді қарайтын болсақ, бізде не істеген? Шорт кеткен, так, ликвинс. Міне мысалға баға мына жерден бастап ликвинс тазартып жұмыс жасады уже. Коррекция жасап жатқан жерінен ішкі ликвинс, мынау бір импульс деп алған кездегі ликвинсмен жұмыс жасайды. И кей-левел бізде. Мына жерде қандай кей-левел? SBR. Төртінші кей-левел. Так, да, SBR. SBR. И уже SBR-дің целі қалай болады? Бізде осы бірінші лоу немесе мына жақтағы компрессиядағы лоу бар. Так, тастайды бізде ликвинсті полный компрессия шешеді, глубокий коррекциямен. Бізде кей-левел, open close level. Енді бізде уже понятно, уже бізде цель уже жалпы мына жақтың барлығымен жұмыс жасады уже. Астыға кетуге смысл жоқ уже. Құласа уже мына лоуды алып кетеді. Ликвинс жоқ қойғанда. Енді бізде конкретно енді үлкен цель бізде босс. Бірақ біз мына жерден кіріп алып, осылай кіріп, мына лоуға қойып, былай босқа дейін ұстамаймыз ғой біз. Біз свинг трейдер емеспіз ғой. Сол үшін біз не істейміз, оның ішіне кіреміз уже. Осының ішін талқылаймыз уже. Бір сағат кірсек те болады, 4 сағат қандай көрініп тұр, 4 сағат қарай берсек те болады. И бізде так коррекция жасады. Енді бұның бірінші целі бізде қарайтын, ол бізде мынау хай. Мынау хай болып тұр бізде, ең бірінші қарайтын. Осы ликвинс. Енді осы ликвинс қарасақ, және тағы сол жағынан біз кей-левел іздейтін болсақ, қандай кей-левел бар? Так, қайтадан SBR. Мына жер ма? Жоқ, оны алмайтын ем. QML. Так. QML. 5-ші кей-левел. Түсіндім бұл. Как раз ликвинс бар алдында, кей-левел жұмыс жасамаған. Вот, келді. И мынандай ғой бұл же прикол. Яғни біз всегда только трендпен бірге емес, трендке қарама-қарсы да қарай аламыз. Коррекциясын да біле аламыз, баға қай жерге дейін импульс жасайды, сол жерден коррекция береді. Вот соны да біле аламыз. QML. Жасады, ликвинс қалдырды, QML келді. Енді коррекция жасау керек қой, енді баға мына босқа дейін бару үшін сразу тек өсе бермейді ғой. Қайтадан астыға түсіп, бензин жинап келу керек. Күш жинау керек енді өсу үшін. Тағы 1-2 стоптарды шығару керек деген сияқты. Ол бізде мына жердегі қандай, енді мына импульс қарайық. Мына импульстағы біздегі мына лоу бар, ликвинс. Немесе мынау лоу бар. Ал оның астында мына жерде уже кей-левел тұр. Классикалық V. Енді понятно уже, түсінік келіп жатыр уже. Баға, үлкен целіміз бар. Енді тағы оның алдындағы цель уже, мынау уже бағана QML-ден алған хай болады. Немесе мынау классикалық A деген сияқты. Уже мынаған дейін қарай аламыз даже. Бұлай босс ретінде қарасақ, уже біз мына жерге қараймыз. Ал мына жерге қарайтын болсақ, біз кіші структура уже 1 сағатпен мына жер босс, и бізде слом мына жерден болып тұр чуть сағатта кіші структурада.
и бізде K-level дейтін болсақ осы жерден RBS болды ма? RBS дәл өзі. Мгм. Все, RBS и баға бізде уже баратын целі босқа дейін. Енді бізде оның алдындағы мына бірінші ликвидностьтар болады ғой. Мгм. Өссе енді қарайық. Мына SBR-дегі ликвидность алатын болсақ, жалпы осыған дейінгі хайлардың ең жиынтығы бізде осы болып тұр, ең үлкен хай. Ликвидность и тағы біз осыған дейін тағы біз коррекциясын біле аламыз. Ол мына жерге қарап. Қарасақ, не бар бізде? K-level. QML. Ол осы жерде коррекциясын берген. Иә. QML и тоже мына жерде импульс, бізде ликвидность и классикалық V бар мына жерде. Бірақ баға мына жерде жетпеген K-levelға. K-levelға жетпей, может 1 сағат 15 минутта бару мүмкін. Келген и көтеріп кеткен. Енді мына жер уже как ликвидность ретінде болып тұр. Баға енді сыртқы ликвидностьпен мына жерге тағы босқа келген, қайтадан реакция алып, уже мына ликвидностьтармен жұмыс жасағысы келген. Даже мынау ликвидностьқа. Жалпы общий ликвидностьпен жұмыс жасады мына лоуларды. Енді баға үлкен андай бір движениелердің алдын барлығын шығарып тастады ойыннан. Мына жерде бай позицияның бәрін шығарып. Енді осы жерде бізде мына жерде RBS-ті алсақ болады. Ликвидность тазартқан осыдан алып тұрып, жалпы бізде K-level тенмен бірге өткенде. Енді бұзып өтпеген денесімен. Ол бір мына жерде алған реакция, ол ликвидностьті бізде келесі коррекциясына шешіп, и сол RBS-тен қайтадан реакция алып тұр. Мына RBS. Мына доллар бізде ликвидность. Осылай. И бізде бос. Талдырсаң бос болды. Жалпы қараса, уже бізде полный уже картинка шықты бағаның нисходящий трендпен уже восходящийге ауысып жатқан. Дәл осылай по порядку уже структура, бос слом и ликвидность и K-level болды. Структураны түсіну үшін керегі осы ғана. Яғни бағытта жүріп жатқан. Үлкен сценарийді білу үшін. Бүгінтін бара жатқан. Ал уже біз дәл осы в точь-точь развороттарды уже біз AMD формациялар, яғни біз дәл осыны кварталкамен бөлетін болсақ, осылай формациялар шығады, яғни мынау сияқты. Осылай примерно AMD. И осылай біз біле аламыз. Бұлай структурасыздық, уақытқа бөлеміз, AMD, значит, понятно, мына жер уже. Подтверждение хайға уже шорт, то есть лонгқа береді. Болды ғой уже. И осылай уже сделка кіріп кете береміз. Вот главное осы структурамен бірге байланыстыру керек. Синхрондау дегеніміз осы жайлап, енді алдағы сабақтарда барлығын бірге қосып, жайлап синхрондап, пазл жинала береді ғой. Әдемі жинап береді уже. Сол көбісі білмейді, енді мен бұны структураны көрсетпеймін ғой ютубта. Ол көп адам білмейді, только сол кварталмен сызып, оның өзінен жасап жатыр, бірақ бәрібір үлкен понимание жоқ та. Үлкен сценарий жоқ. Тек күндік апталықтармен. Ары қарай уже біз кварталкада жылдықтарға, айлықтарға да қараймыз. Өзің айтқандай алдын бағана айлықпен бөлмедің ба, иә? Айлық сценарийді орындап берді деп жібердің ғой өзің. Иә. Сол сияқты. Тоже үлкен сценарий, тоже кварталмен қараймыз. Бірақ бірінші структура. Так, ары қарай. Сол басқа трендтер. Былайша айтсақ, ары қарай уже бұларды ертеңге бэктестке қалдырайық. Бэктест жасағанда осы мынаны мен өшіретін шығармын бәрібір. Ары қарай осы жерді так сақтап алайық, несін датасын 28, так 2 март 25 жыл осы жерлерді қайтып, ары қарай дальше уже бэктест арқылы жасаймыз. Енді сұрақтар болса. Так. Бізде жаңа 6 нені сыздық қой, K-level'да. Я оны тастаймын, оны суретін.
скрин тас. Ага. Да, хорошо. Ол бізде как бы паттерндар сияқты жүреді ғой, түсінгенім бойынша. Паттерн деп айтпаймын, бірақ қалай Ага. айтайын, QML паттерн, как будто паттерн. Ал уже Осыны- классикалы барлығы екі свечеден құралады ғой негізінен. Мгм, түсінікті. В принципе басқа сұрақ жоқ. Алдағы уақытта менде жаңағы кварталдан өткен кезде сол кезде сұрақтар болады, оны потом қоямын. Шатастырмай қойып. Ликвидтің немен түсінікті болды уже. Енді үй жұмысы былай, дәл осыны қайталау графикте. Көререк, енді пока бэктест керек емес саған. Дәл осылай графикті қайталап көріп отырып, жалпы анализ жасап, осы 4 сағатпен 1 сағаттан жасап, яғни бір примерно осы сияқты уақытты алып, яғни досконально сызу керек. И келесі сабақта уже үй жұмысына қарап, ошибкалар болса талқылаймыз келесі сабақта. Хорошо.